Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 7 сабақ тақырыбы У әрпінің жазылуын жалғастырамыз. 25 аптығы әңгімені түсініп оқы. Рауан Абайдың «Білімдіден шыққан сөз» деп басталады өлеңін оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз, талап-тыға болсын кез, нұрын сырын білуге, көкірегінде болсын көз. Өлең шумағының бірінші екінші тармақтары түсінікті. Нұрын сырын деген сөздердің беретін мағынасты шамалаймын. Ал соңғы тармақтағы көкірегінде болсын көз түсініксіз. Көз кәдімгі екі көз, онымен көреміз. Ал көкіректегі көз қайдан келген? Әңгіме мазмұны бойынша сұрақтар толықтырып жауап бер. Кім өлең оқып отыр? Рауан өлең оқып тұр. Шумақтың қай тармақтары түсінікті? Өлең шумағының бірінші екінші тармақтары түсінікті. Рауанға қай сөздердің мағынасы түсініксіз болды? Үшінші сұрақ. Рауанға көкірегінде болсын көз деген соңғы тармақ түсініксіз болды. Төртінші. Рауан кімнің өлеңін оқыды? Рауан Абайдың өлеңін оқыды. Яғни білімдіден шыққан сөз Абайдың 1889 жылы жазған екен. Көкірегінде болсын көз дегенде сен қалай түсінесің? Менің түсінігімше, бұл жердегі көкіректегі көз адамның сыртқы келбеттік көретін кәдімгі көз емес, оның жан дүниесі, зеректігі, ақылы мен парасат екен. Абай атамыз бұл жерде білімді тек оқып қана қоймай, оны жүрек пен сезімді терең түсіну және көреген болу керек деген айтқысы келген. Мәтіннен у дыбыс бар сөздерді теріп жазсақ, мұндағы шумағының Рауан білуге түсіну сөздерін алдық. У дыбысы дауысты дыбыстан кейін келсе, шумағының білу түсіну дауысты болады, ал дауысты дыбыстан кейін немесе алдында келсе, ол дауыссыз болады екен. 26 аптығы өлеңді көшіп жаз, қарамен жазылған сөздердің астын сыз. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған, өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Жауаптар сұрақтарын тауып оқиық. Мысалы, бірінші, өлеңнің авторы кім? Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер білім оқумен табылады туралы айтылған. Өлеңдегі оқу, тоқу, шоқу, оқы, тоқы, шоқы сөздермен салыстыр. Оқы дегенде жаңағы ережеге сай, егер етістіктің түбірі ы немесе дыбысын аяқталса, оған у дыбысы жалғанғанда жаңағы ы мен дыбыстар түсіп қалады екен. Мұндағы у дыбысы дауысты дыбыс. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған деген екі тармақ жолды біз балалар қазір түсіндірейік. Яғни мынау көйлек, яғни сисадан жасалған матасы сиса екен. Сиса көйлек қазақ мәдениетінде қазақ қыздар мен әйелдер сисадан етек жеңі жиырылған, қос етекті әдемі көйлектер тіккен. Ыбырай атамыз бұл жерде үстіндегі әдемі киімде біреудің танымсыз еңбегімен, яғни тоқумен келді. Сондықтан сен де білімді еңбекпен, оқумен алуың керек деген тәрбиелік ой тастап тұр. Бұл мәлімет балаларға еңбек пен нәтиже арасындағы байланысты тереңірек түсінуге көмектеседі. Сабақ барысында мата тоқу үшін қаншама жүк пен уақыт керек болса, білімді болу үшін де соншама ізденіс керек деген қорытынды жасауға болады. Сөздердегі 27 аптығы сөздерге у әрпін қосып және сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз. Су дегенге у әрпін қоссақ, су, тоңазғышқа қойылған жылы сүт тез суға айналды. Бу, анам базардан әкелген заттарды қапқа буды маған тапсырды. Қу, мысық аулаға кірген тышқанды қууға кірісті. Жау, күз келгенде жаңбырдың жауы жиілейді. Сау, әжем ерте тұрып сиыр сауға кетті. Шығармашылық үзіліс 28 аптығы сызық бағытын екі әріп тастай отырып мақал құрастырып көр. Дәптерге жаз. Құрастырған мақалының қандай мағына беретіні туралы өз ойыңды порталаспен бөлісің. Мақалдан оқу білім бұлағы деген шықты. Мақалдың мағынасы білімнің қайнар көзі оқу екенін білдірді. Бұлақ суы тасылмайтын сияқты. Оқу арқылы жинаған білімде адамның өмір бойы пайдасын асады. Білімді адамның көкірегі ояу, болашағы жарқын болады. Шығармашылық үзіліс. Оқушыларға осы мақал мәтелдерді балалар әдемілеп жазып, қасына кітап пен бұлақтың суретін салуға болады екен. Балалар, бүгін біз у әрпінің жазылуын жалғастырдық.